Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Жарнама Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Ош базарындагы улуттук сувенирлерди саткан дүкөндү реклама кылмакчыбыз. Бул дүкөндүн жайгашкан жери мына ушул Чүй проспектиндеги остановканын бери жагында жайгашкан Беш Сары соода борборунун артында. Биз мына ушул жерден киребиз. Бул жакта Кыргызстан банкы жана Кыял соода борбору бар. Анан biz ушул жака тууру киргенде ушул номерлерине чалып байланыштарыңыздар болот. Национальный сувениры дейт, улуттук азем белектер. Biz ушундан ары тууру барабыз. Салам айтып койгула. Biz келгенде мына ушул жерде жайгашкан. Туристтерге келген конокторго бүт барына ушул жерден белектер белек кылсаңыздар болот. Бул жерде калпактар бар экен, биринчи эле киргенде. Бисмиллахиррахманиррахим. Калпактын түрү бар экен. Ушул жерде Кыргызстан деген бул халалдыктерге жайгаштырып кое турган сувенирлер. Байга мына сувенирлердин баалары канча болот? 60 сомдон. 60 сомдон. Мына ушулар бар 60 сомдо же 60тан булар 60. Балар ар кандай экен 60тан 150ге чейин. Мына таштан жасалган окшойт, а? Чоподон жасалыптыр. Мына ушундай халалдыкке жагыштырат экен бүт баарын. Самыр. Бул карточка. Мына ушул машиналарга илип кое тургандагы сувенирлер бар экен. Комуздар бар экен бул жерде. Комузундагы мына атайын дубалдар илип койгон аябандай коз. Гарнитурлуу немелерге салып койсо болот. Комуздар. Мына сааттар экен аябагандай чоң. Зал бөлмөлөргө, чоң бөлмөлөргө илип койсоңуздар. Кыргыздын улуттук стилиндеги жасалган сааттар экен. Азыр булардын бааларын сурайбыз. Азырынча клиенттер менен сүйлөшүп, бул жерде Кыргызстан туз бар экен. Туудагы абдан кооз жасалыптыр. Атайын мына ушундай стилде комуздун чехолдору бар экен. Мына шкафтарга коюп кое турган сувенирлер. Кыргыз үйдүн ичине буюм тайымдар салса болот экен. Буга мен оюмча ошол калтек, ийне, сийне ошондой нерселер салса болот экен. Баалары 160тан экен, мына 150ден экен, 100дөн экен мына кичинекейлери. Мына чоңдор 170ден экен. Мына кийизден жасалган кыргыз үйлөр баалары 150ден экен. 120дан экен, 100дөн, 150. Мына булардагы үйгө коюп койсо болот. Мына сааттардын баасы канча болот байке? Сааттардын баалары. Сааттар 3,5 миңден 10 миңге чейин. 3,5 миңге чейин 10 миңге чейин. Мына 10 миңге окшойт, а? Эң чоң. Мына чоңдору канча болот? 7800, 5,8, 3,5 миң. Мына эң кичинеси 3,5 миң экен. Мына 5,5 миң экен. 5800. Көчмөндөр оюнуна барганда мына ушундай сувенир алып келгенбиз. 150дөн экен. Ал мезгилде 300дөн болчу. Мына ручкаларды салып столго койгону кыргыздын аргамент стилиндеги ручкаларды салчу буюм тайымдар бар экен. Калпактар. Кыргызстандын картасы чийилген мына ушундай
сувенирлер бар екен, бұл салаттар. Қолымыздан келген салаттар. Мына атайын кожадан жасалып тұр мынасылар салаттар. Бұл жерде Қырғызстан туылары тұрады. Офистерге қойып қойсаңыздар болады. Аз бағаларын сұрайыз. Біз аз бағасы барларын ғана тартамыз ғана. Олар 450 екен мына құрчақтар. Мына сандықтар бар екен, кішкене ғана ойындар салып 450 екен мына сандықтар. Мына сандығы чоңырағы 700 сомнан 300 сом екен мына кішкене сандықтары. Кішкенесі 200 сом екен. Мына қырғыз үйлер бар екен, кожадан жасалып тұр, 450 сомдан. Мына қаралары қанша екен, Мына куклалар киізден жасалып тұр, 300-ден екен. Мына сағаттарының бағалары қанша болады байке? Сағаттар 900 сомнан өйді. 900 сомнан өйді. Қаншаға чейін болады сомасы? Жаңағында, дейін болмақ 10 мың. 10 мыңға чейін екен оның ішінде. Ондай сағаттар келді жақ. Светильдікте болады. Бұл светильдік алдына оймалар күйет оқшайды? Тегерете, картаны тегеретесі күйет. Картанның чекелері бүтіналар күйет тұрады екен түні. Бұның бағасы қанша болады? 9 мың. 9 мың екен. Мына қылыштардың бағалары қанша болады? Картиналар. 30 мың. Бұл 30 мың. 9500 сом болады. Бұл 9 мың. Бұлар таласта жасалады да? Мен оқушым бойынша таласта да оққан. Бішкекілі залы. Бішкекілі. Мұндай варианты да бар. Осындай вариант да бар екен, чекелер киізден натуральный бүт бар. Шахматтар бар. Ондай мүйізден жасалған сувенирлер бар. Мүйізден жасалып тұрда бүт бар. Бұл ненің мүйізден жасалған бұлар? Арқардың, текенің мүйіздерінен жасалған. Арқардың, текелердің мүйізден жасалған мына шындай картиналар бар екен. Бұлар жанып тұрады да бұларда, чекелер? Жоқ, бұлар жанбайды. Мына қырғыздың стиліндегі шахматтар бар екен. Қожа қарталған. Жаңғақтан жасалғанына кейін бұлар. Қайсылар жаңғақтан жасалған? Олар жаңғақтан. Мыналар жаңғақтан жасалған да? Кожадан жасалған. Керамика жұмыстары, керамика. Мына шахматтардың бағалары қанша болады? Шахматтар размеріне жарашыда мына кейін ол жақта майдалар. Бұл жақта майдалар бар екен. 1400-ден 10 мың сомға шейін бар екен шахматтар. Размеріне жазалышына жараша бағалары. Размеріне жасалышына жараша бағалары болады екен. Чемодандағы жағалар. Мына чемодан жақ екен да. Бұны үйлердің бұрышына қойып қойса болады оқшайды, иліп қойып. Кабинетке, үйге. Кабинетке, үйлерге. Мына кожадан жасалған картиналар қанша тұрады мыналардың бағалары? Бұлар 6 мың, 7 мың. Размеріне жараша бұлар. 6 мың, 7 мың екен мына. 200 сомнан өйде кетеді. 15 мың сомға шейін бұлар. 15 мың сомға шейін екен. Мыналар 15 мыңға шейін чоңда. Мүйізден жасалған Илберс. Барс, Илберс. Теке. Бұл жерге кішкене свет қойып қойсаңыздар, жанып түні сом болып қалады чекелеріне. Мына тарелкалар бар екен, ыстық көл дейді. 250 сом екен бұлар. Қырғызстанның тарелкасы бар екен, долларға иліп қойса болады. Гарнитурларға қойып қойса болады. Үйкі бар екен бұлар. 500 сомдан екен. Бұлардағы офистеріңіздерге қойып қойсаңыздар. Болады мына бүркіт. Бүркіттің бағасы қанша болды екен? Чопадан жасалып тұр мыналар, Чопадан жасалып, керамикадан, Оның бары мүйізден жасалады. Олардың бары мүйізден жасалады екен. Пилдердағы мүйізден жасалады? Жоқ, пилдерді кейін бұндай пластмасса. Бұндан кейін оларды. 1500 екен аттар. Офистерге қойған жақшы. Мына бүркіттің бағасы қанша болады мыналар? Копилка 500 сом. Копилка екен, ақша жолда. 500 сом. Мына үйкі да ашын екен. Байолда қоялы қырысы. Мына мүйізден жасалған тө екен, тө кетіп отады. Караван. Караван екен.
4300 екен бұның бағасы. Караван. Теке тұрады бұл жақта. Теке, елік, қарышқар, бүт бары бар екен. Белек қылсаңыздар, түрлі белек қылуға бар. Сувенирлер бар екен. Бүт мүйізден жасалады екен бұлар. 1500 екен бұна, 2200 арқандай бағада. Картиналар бұлар, түрі бар екен картиналардың. Мына күліштарыңыздарға еліп қойғанға сувенирлер бар екен. Қамшылар бар екен, қамшылардағы үйлерге еліп қойса болады. Мыналар 150 екен бағасы. 150 сом. Мына бұл домашний тапочкалар қайта. Мына қамшылардың бағалары қаншадан? Қамшылардың бағалары ұзақта бастау 100 сомдан өйді. 100 сомдан өйді башылады екен. 4,5 мыңға чейін бар. 1200-ден бар. Жоғырдағылар 4,5 мыңнан екен. Ылдидағылар 1200 екен. 1200 алғанда. Бұлақталар 450, 400. Мына сумкалардың бағалары қаншадан? Сумкалардың бағалары 650, 850, 900, 1400 бар. 1400-ге чейін екен да. Мына түлкінің тәрілері қанша болады? Түлкінің чоңдары 4000 сом. Қысқа кішіректері 3000 сом. Чоңдары 4000 сомға чейін 3000 сомнан. Мына тумақтар бар екен. Мына киіздер бар екен. Тумақтардың бағалары қанша болады? Мына тумақтардың бағалары 3,5 миллион екен. Мына кішкене қомыздар қанша болады? 500 сом, 1300 сом. 500 сомдан 1300-ге чейін екен қомыздардың бағалары. Мына домашний тапочкалар бар екен, ысық. Балары 850 екен. Балар бар екен, кішілеке балдарға. Сенден кейін маған кешпеді. Киізден. Балары 150 екен, мына қырғыз үйлер. Боз үй. 550 дейді. Мына тарелкалардың бағалары қанша екен? 500-ден башылады екен, 1800-ге чейін екен. Мыналардың бағалары қаншадан, мына кожаныйлардың? 500 сомдан размерден жарыша кетеді. Қырғыз аргаментіндегі стилдегі ремендер бар екен. 750-ден екен. Таза қайыштан. Таза қайыштан. Мына шоколадтар бұл? Бізде шоколад. Атайын қырғыздық ұлттық стиліндегі шоколадтар екен, атамекендік товарлар. Шет өлкелерге ошол шоколадтардан подарка алсаңыздар болады. Сүйлөшкен қыздарыңыздарға дағы, же болбосо ата-энеңиздерге подарка алсаңыздар, мына ушул шоколадтардан